Иә, ол енді халықтың наразы болуы түсінікті, дұрыс. Енді халықты да күмәнданады. Неге десеңіз, жаңа айтып отқан, жалпы бұл құбыр дейтін ең бірінші су тартылған Жарымшы ауылына 2006 жылы тартылған. Ол Маңғыстау жылу дейтін мекеменің күшімен тартылған, кезінде ГКП-ның. Ол кезде бұрынғы елді мекеннің өзіне ғана тартылған. Онымен су дұрыс жүрмеген кезінде. Кезінде жерасты су көтерілген, одан кейін дренаж жұмыстары жүрді Жарымшыда. 2017 жылы реконструкция болып проект жасалған. Действующий бұрын құбырларды қалыпқа келтіру, жөндеу болып. Ол жұмыстар басталған кезде Нұрбосынов ИП дейтін мекеме жеңіп алып жұмыстарын бастаған. Жұмыстар жүріп жатқан кезде халықтан жаңадан салынған үйлер бар, салынатын үйлер бар, реконструкция болғасын қосылмай қалғандығы анықталған. Соған сәйкес 2019 жылы проектке изменение жасалған. Изменение жасалып, мана үйлердің барлығы қосылып, проекті қайтадан вознамать етіп 19-да басталған. 19-да жұмыстар жүріп жатқан кезде, өкінішке орай енді өмір болғасын болады, пандемияның уақытында мердігер қайтыс болып кетті. Ол ИП болғаннан кейін оның учредитель жоқ та мекеме, ИП-мен бірге жойылып кетті. Содан бұл Қазақстан бойынша бірінші рет кездескен екен, бұрын соңды ондай болмаған. Проектіні жалғастыратын учредитель жоқ. Оның мердігерін, мұрагерін табу жөнінде сотқа бердік. Жылдың үстінде соттастық. Өзің бұрынғы жаңағы жолдастың атында Нұрболат По дейтін бар еді, соған берсе қалай болады деді. Олар сотқа берді, біздер ара жалғастырамыз деп. Сондықтан соған байланысты созылып, сонда 20-ші жылға дейін сот болды. 20-ші жылдың аяғында 21-ші жылға дейін сот болды. 21-ші жылы сот договор тоқтатып, бұзып, ішіндегі алынған материалдар сол күйінде тапсырылсын үкіметке. Қалған сумасына проектті ойнату жөнінде соттың шешімі шықты. Соған сәйкес 21-ші жылы қайттан конкурс объявить етілді. 21-ші жылдың 21-ші жылы Көлсай дейтін мекеме жеңімпаз болды. Көлсай мекемесі жеңімпаз болып, 21-ші жылы договорға отырылды. 21-ші жылы договорда отырған уақытта, мана сотқа жүрген уақытта проекттің сроғы өтіп кетті. 3 жыл ғой проекттің сроғы. Газклин сот ала алмады. Сосын проектіге изменение корректировка жасалды, өтіп кетуіне байланысты. 22-ші жылдың өткен жылы ноябрьдің 29 күні договорға отырылып, 22-ші жылдың 10 миллион теңге ақша бөлініп, азғантай жұмыс жасалып, 10 миллион игерілді. 23-тің басында мінекей февраль айында 90 миллион теңгеге қаржы игерілді, жұмыс жасап. Содан кейін бұл енді местный бюджет болғаннан кейін кішкене қаржыда кідірістер болады. Кісі енді ақша болмайды дейтінге байланысты местный бюджетте налогтың түсетін айы бар, 90-ны бір рет түсетін. Осы айдың 3 күні ол мекемеге тағы да 55 миллион теңге жапқан актісіне сәйкес жаптық. Где-то 50% ол ақшасын қазір алып отыр. Қалған ақшасына енді жаңағы күмән тудыратындай 4 айдың ішінде біте ма дейтін дұрыс енді сұрақтар. Бірақ енді мекеменің басшысының кеше барғанда болу керек. Күнделікті контроль қазір осы болып отыр. Қазіргі жұмыстар қандай? Ол жерде 14 шақырым негізгі құбыр бар тартылатын. Соның 11 шақырымы тартылып тұр уже. Сосын құбырлар түгел алынып тұр. Оны көрген боларсыздар. Барған кезде колодцтарын әкеліп жұмыстарын жүріп жатыр. Ендігі екі үлкен мәселе ол резервуарды біреуін бұзып қайтадан салу, екіншісі жаңадан салу мәселесі. Ол жұмыстарға міне кешеден бастап мамандар келіп кірісті. Олар енді где-то сол сентябрьдің аяғына дейін 2 резервуар бітіреміз деп. Негізгі жұмыс сол қалып тұрған. Ал манағы 14 шақырым, 3 шақырымы дейтін ол көп уақыт алады деп ойламаймын, себебі құбыр тарту дейтін қазір арасын жалғайтын жерлері бар, олар жалғап бітіреді. Сосын бізде бұл бұрын ескі СССР-дің уақытында салынған, совхоз уақытында салынған скважина бар. Оның да қазір іші құмығып қалып су жоқ дейді. Соған сәйкес бұл проектке бір скважина қостырғанбыз. Соны қазу керек. 100 метрден қазады. Қазір кеше мен өзім араласып сөйлестім. Мына Көлсай мекемесіменен бізде Маңғыстауда бар ғой енді скважина қазып жүргенде. Соның ішінде суды қай жерден шығаратынын жақсы білетін маманы Маңғыстау геология дейтін Ақтыңғы Акакиевич дейтін азамат бар. Сол азаматпен екеуі договорға отырды. Кеше барып жерін белгілеп кетті деп естідім. Күнде маған отчет беріп отырлар қазір. Жерін белгіледі. Сол азамат өзі қазып береді. Уже оның 50% ақшасын төлеген, келіскен сумаларын, өздері келіскен суманың. Сол скважинды ол мекеме қазып берсе, резервуарды бітірсе, биыл жылдың аяғына дейін енді күні-түні контроль ұстап отырып осы жұмысты бітіреміз деген жоспарымыз бар. Көлсай дейтін мекеме Алматының мекемесі. Ол таныс тамыр дейтін бұрын соңды біздің территорияда жасап көрмеген мекеме. Ол жасап таныс деп айтатындай. Екіншіден өткен жылы құзырлы органдар полностью тексерді, келіп тұрбасына қазып қарап та тексеріп, маркасына дейін қарап анализ жасады. Мынаны айту керек. Қазір 85 тұрғын үй құбырмен су алып отыр. Ол манағы қайтыс болып кететін мекеменің салған құбыры.
Сонымен қазіргі бір резервуардың астыңғы жағында 2 метрдей су ұстап тұр где-то. Сонымен құбырменен су барып тұр қазір. Сол құбырларды біз қоса алмадық кезде, себебі проекті біткен жоқ. Мекемеден қабылдай алмадық. Соттың процесі жүріп жатты. Сол мекемелер тексеріп келіп, барлығын заң жүзінде заңды екенін көздері жеткеннен кейін бар, сол құбырды біз қосып халыққа су беріп отырмыз қазір. Енді дұрыс, енді халықтың күмәнданатын 17-тен бері созып кеткесін, бірақ енді жаңа айтып өттім ғой қандай жағдайлар болғанын. Бірінші басында ол реконструкция деп жасалған. Ол реконструкциямен шетте Жарымшы ауылының 50% су ішпейтіндей жағдайда. Неге десем, бұрынғы тек қана действующий реконструкция салған жөндеу жұмыстарына. Одан кейінгі манағы айттым, реконструкция болып басталғаннан кейін ИП қайтыс болып кетті. ИП дейтін түсесің ғой, ИП дейтін той емес ол. Лицензиясы бар ИП қайтқаннан кейін, оказывается, оның бейіні сол кісімен бірге қайту туралы справка шыққанда жойылып кетеді екен. Сол бұрын болмаған. Біз Астанаға дейін жаздық, мынаны қалай жасаймыз деп. Жылдың үстінде уақыт кетіп қалды. Көлсай дейтін Алматы мекемесі. Қазір сол жердің жергілікті тұрғыны Көлсай мекемесінің жұмыс болып проектіне жаңағы жауапты адам болып жасап жүр қазір сол. Жарымштың азаматы сол Көлсайда жұмыс жасайды екен, главный инженер болып. Сол қазір мойнына алып Жарымштың адамы. Сол ауылдың азаматы сол қазір жасап жүр. Көлсай дейтін мекеменің құрамында жасап жүр. Соның ішіндегі жұмысшысы болып проектке жауапты маман болып жасап жүр да қазір. Кету керек болса кетеміз. Халық солай сұрап жатса, ешқандай да әкеміз беріп кеткен кресло емес қой. Кету керек болса дайынмын. Халықтікі дұрыс, халықты дұрыс емес деп ешқандай айта алмаймыз. Ол кісілердің күмәнданатын орны бар. Жаңа айтып өттім ғой. 6-да салынған, 6-дан бері қарата ол кезінде қалай салынғанын білмейміз енді. Жылу судың мекеменің ГХП-ның артымен салынған, одан кейін жаңа айттық. 17-де басталған құрылыс қой, реконструкциямен. Күмән келтіреді ол халық. Оның ішіне не кетіп жатқан жоқ. Мысалы халық біз сияқты мысалы күнделікті айналысып отпағаннан кейін қандай моменттер болып жатқанын түсінбейді ғой енді. Ішінде азаматтар да кейбіреулер түсініп көріп жатқан шығар, сол жерде жұмыс жасаған. Сол жерде мысалға бұрынғы мекеменің технадзоры да сол ауылдың баласы қазіргі бұрынғы технадзор болып жасаған. Ол жігіттер жақсы біліп отыр қандай болғанын. Енді халық сабырға шақырамыз. Енді кішкене жаз айларында судан тапшылық болып, кеше Дария дейтін мекеменің водовоздары бұзылып қалды. Кеше біз өндірістен мына Қаламқастардан техникалдарға су құйып тұрады, күнделікті контроль ұстап отырмыз. Жаңадан да қосымша техника алуға біз конкурс объявить етіп қойдық. Мүмкіншілік болып келіп жатса, мүмкін соңында сол жаққа қарата әзірге жібере тұрамыз деген ойымыз бар. Енді ол конкурс дейтінде өзі ұзаққа кететін процесс қой. Соны күтіп отырмыз енді. Кезінде судың басында отырған азаматтар суды резервуардың басынан ИП жеке адамдар газовозбен келді ма 500 теңгеден есепсіз бере берген. Есеп жоқ. Бірақ Дарияның балансында Дария отчет беріп отыр соған сәйкес. Соған сәйкес субсидия есептеп отыр. Өткен жылы ішкі аудит келіп тексеріп соның бәрін жазып кетті. Сол жердегі қазіргі мастері атын ұмытып қалып тұрмын, сол жігітке 3 миллион теңге штраф салып кетті. Қазір айлығынан ұсталып жатыр сол жігіттің. Дәл сол процесс қайталанатын болса, онда ол жерден бастап түгел сотталады. Оны түсіну керек. Ол аудит солай заключение шығарып беріп 3 миллиондай ұмытпасам, қазір ол жігіттің айлығынан ұсталып жатыр қазір. Ол жігітке штраф салып кетті сондай. Мекемеге штраф салып кетті. Жаңадан бастығы ауысты соған сәйкес, өздерің білесіңдер, жақында ғана келіп тағайындалды. Сондай қиындықтар бар. Ол кезде учетсыз берілген. Мысалы кешеде біз қарап отырып, халық енді дұрыс қой, субсидиямен алсақ дейді, адам басына есептелген субсидияның мөлшері бар. Бір адамға тонна жарым. Ал кешегі біз қарап отырсақ, где-то 20 шақты үйге дейін где-то 10, 20, 30 кубқа дейін артық алған суды. Субсидияның ақшасымен алған бірақ. Оның бәрі ертең сұраныс болатынын ескеру керек. Ол азаматтар, тұрғындардан сұраныс болмас. Сол жердегі азаматтардан Дарияның басшысынан ертең тексеру келген кезде сұраныс болады ол жөнінде. Сондықтан ол жерде өзінің тиісті адам басына беретін лимитін 70 теңге жаңағы үкіметтің субсидиясымен алады. Оның үстіндегісін Дарияның антимонополияның бекіткен өзінің тарифі бар. Сонымен алады. Тек Жарымышта ғана сондай болған, басқа ауылдардың бәрінде сол тарифпен есептеледі. Өзіне тиісті, әр адамға тиісті кубын алады, субсидиямен жеңілдетілген, оның үстінде артық алған суын жаңағы көтеріңкі тарифпен есептеп алуға тиісті. Заңда солай көрсетілген. Дария дейтін мекеменің кезінде тарифі де бәрі де төмен болды. Білесіздер ғой, тариф көтеру кішкене қиындау, халыққа кішкене салмақ түседі. Мекеменің тек қана бұл сумен емес, тоқпен де айналысады. Қазіргі таңға өткен жылдың аяғында 230 миллион теңге бере жақпен жаққан бұл мекеме. Өзіңіз білесіз, 230 миллион бере жақ жарық дейтін мекемеге, сосын маяк дейтін мекемеге бере жақ болып келді. Өткен жылы жасырмаймыз, тариф көтердік. Тариф көтеруге 10 жылға дейін тариф көтерілмеген бұл мекеменің. Енді ГКП дейтін мекеме тариф арқылы өзінің пайдасын тауып, өзінің шығындарын жабады. Оны жақсы түсінесіңдер. Ал 10 жылдың үстінде тариф көтерілмегеннен кейін бұл мекеменің тек шығындарына жұмыс жасаған. Ал өткен жылы біздер антимонополияға беріп тоқтың да судың да тарифін
енді тоқтықын қатты көтере алмады, себебі халыққа салмақ түсетін болды. Бірнеше жылдар 0,77 тиынменен ғана келген, 0,77. Ал биыл тек қана онда да 1,75-қа ғана көтердік. Ең төменгі тариф соның өзінде біздің Дарияда қазір облыс бойынша қарасаңыздар болады. Ал судың бағасын бұрын ашылған уақытта 2012-лерде ғана қорғалған, 10 жылдай уақыт өтіп кетті. Оны да өткен жылы жаңадан қорғадық. Міне соның арқасында биыл Дария 100 миллионға дейін қарызынан құрылды қазір. Тұрақты негізде қазір зарплатасын кішкене енді счеттарын жауып тастаған кезде кідіргіштер болды, себебі бере жақ мекеме сотқа береді ғой. Олармен де келіс жүзіп қазір дейтін график жасалып төленіп келе жатыр. Аманшылық болса, ол қарыздан да осы жылдан аяғына дейін құтыламыз деген өзіміздің жоспарымыз бар. 230-ды кеше 118 миллионға дейін азайттық қазір. Технопаркін жаңартамыз, басқа да жұмыстар бар. Қазір енді износшыныз бар ғой, енді қалай болғанда да. Бұна жаңа айтып өткен 2006 жылы Жармышта бастап салынған болса, содан бері қарай барлық ауылда су салынды. Ол істен шығады. Оларды жөндеу дейтін бар, тұрба дейтін бар, мана табыстың бәрі. Соның бәрі әсер етіп тұр ғой бұған. Енді біз жаңа айттым, бюджеттен бір водовоз сатып алуға ақша бөлінген. Қазір конкурс ойналып тұр. Бір мекеме жеңімпаз болып шығып тұр. Соған договор жіберіп қойып отырмыз. Сол договор подписать етіп әкеліп берсе, жаңа бір водовоз келеді. Өткен жылда бір водовоз алуға біздер конкурс ойнатқанбыз, ақша бөліп. Бізде қалай? Прайс-лист алдырамыз мекемеден. Ақша бөлініп, сол ақшаны конкурс өткізген кезде былтыр айлап қана тауардың бағасы өсті ғой, жақсы білесіздер. Сол өсіп кетті. Біз конкурс өткіземіз. Мына Россиядан шығатын автокөлік бізден шықпайды, оның бағасы өсіп кетеді. Тағы да не істейміз? Мана үстіне азғантай қосып, сөйтіп жыл бітіп қалды болды. Ала алмай қалдық, сондай болды. Енді сондай кедергілер болды. Биыл конкурс ойнатып қойдық. Енді жаңағындай ол тағы да өсіп кетіп, бағасы не істемесе аламыз деп отырмыз. Бір мусоровоз, бір водовоз сатып алуға қазір қаржы бөліп бюджеттен конкурс ойнатылып тұр.